Koydun ayak sıymadı. Kamera motor деп айтсайшы. A few moments later. Бұл мен үшін травма. Мен таңдаған мамандығыма түсе алмадым. Сөйтіп көркемөнбекке аяқ асты түсіп кеткенмін. Шатасып кеттім. Рахмет. Ой, қалай аяқтаймыз? Бітіп қалды ма не уже? Сұрақ жоқ. 2 hours later. Өздеріңіз деп мен қартайып кеткендей болдым ба? Салмақ қосып, мына жақта апай болып кеткенсің ғой, короче. Негізі мектеп кезде буллинг жасайтын оқушы мен болғаннан шешіп тұрған. Жігіт туралы. Бара кетіп қалған. Болды ма? Біткен шығар. Бітірейік па? Бітіреді. Қалай бітірейік? Бітті. Бітті! Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен мен Төлеген Әлмира және номер 4-ші орта мектебіміздің көркемөнбек пәні мұғалімі Кенбаева Эльзира. Ой толғанысқа толы сұрақ пен мағыналы жауаптар түйіні жастар подкастының ең алғашқы және жаңа шығарылымына қош келдіңіздер. Сәлеметсіз апай, көңіл күйіңіз жақсы ма жалпы? Сәлемет пе, көңіл күйім өте жақсы. Шақырғандарыңа рахмет. Онда менің сізге бірінші сұрағым, ұбт-дан неше балл жинадыңыз және бұл нәтижелер мамандық таңдау үдерісіңізге қалай әсер етті? ұбт негізі менің полный өміріме әсер етті. Қысқасын айтқанда. ұбт мен үшін травма. Бірақ мен ұбт-дан 110 балл жинағам. Өте жақсы болсын. Шығармашылық таңдадым, ұбт-дан осы мектепті бітіргенмін. 2019 жылы осы мектептен шығармашылық емтиханды ұбт нәтижесін қосқанда общий 110 балл алған болатын. Бірақ бір өкініштісі, мен таңдаған мамандығыма түсе алмадым. Неліктен түсе алмадыңыз өз мамандығыңызға? Себебі экзаменге ұйықтап қалғаным бар енді. Можно было, что ли? Сөйтіп көркемөнбекке аяқ асты түсіп кеткенмін. Жалпы көркемөнбекке түсу андай мен үшін кринж нәрсе ғой. Мен сентябрьде келдім, 2023 жылы осы мектепке жұмыс жасауға. Бүкіл мұғалімдер мен көркемөнбекке түскеніме таң қалды негізі. Мектепте жақсы оқып, сонша оқып жүріп көркемөнбекке не үшін түстім деп. Өкініш сезім бар, иә? Әлі де бар. Құдай қаласа кетемін дегенсің ба? Ендеше екінші сұрағымыз, ұбт-ға дайындық кезінде ең тиімді әдістер мен стратегияларды қандай деп санайсыз? Енді біздің кезімізде ұбт сіздердікінен қарағанда нешелеу болған. ұбт-ға дайындықты негізі мен ойлаймын, ерте бастан кітаппен оқып дайындалған дұрыс шығар. Мен жалпы өзім ұбт-ға жетем дегенше көп пәндер ауыстырғам. Нақты не қалайтынымды өзім білмедім. Сол үшін уже 9-10 сыныптардан бастап алдыңа мақсат қоя білу керек екен. Үшінші сұрағымыз, мамандық таңдау кезінде ұбт балдарынан басқа қандай факторларды ескеру қажет? Бізде мамандық таңдаған кезде ең бірінші біздің тұрғылықты мекен жайымыз ол кезде Жетіген ауылы болды. Сельский квотасы арқылы мен грантқа түскен болатынмын. Бірақ менің мамандығымда 119 балмен грантқа түспей қалған қыздар болды. Ал мен ауылдық квотасымен грантқа жолым болып түсіп кеттім. Келесі сұрақ, мамандық таңдау кезінде ұбт балдарынан шатасып кеттім. Қазіргі таңда жоғары білім мен болашақ мамандық таңдауда ең өзекті салалар қандай деп ойлайсыз? Ең өзекті. Жалпы негізі мен өзім педагог болғаннан кейін бұлай айту дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін. Бірақ негізі мамандық таңдаған кезде грант үшін түсіп кеткен ол өте қате. Ол сіз біріншіден бірнеше жылдарыңыз жоғалтасыз. Өзіңізге ұнамайтын жұмысқа баруыңыз мүмкін, амалдың жоқтығынан. Грантқа түскеннен кейін міндетті түрде отработкасы болады, ол жағынан да ескеру керек. Мен ойлаймын, жалпы негізі 4 жыл оқып уақытымды кетіргенше басқа бизнес ашып деген сияқты өзімді басқа жағынан да көрген дұрысырақ педі деген ішінде кішкене өкініш бар. Сол үшін егер де нақты өздеріңізге ұнайтын мамандық болса, сол салада өздеріңізді көре алатын болсаңыздар ғана мамандықтың соңына дейін жетіп, ұбт-да дайындалып таңдасаңыздар. Атап, былай уақыт құртқан осы заманда дұрыс емес сияқты мен үшін. Сізбен толықтай келсем, келесі сұрақ, оқушылар өздерінің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сәйкес мамандықты қалай дұрыс анықтай алады? Жалпы негізі 9-10 сыныптарда оқушылар ойлана бастайды. Мен кім боламын, қандай университетке түсемін деген сияқты. Бірақ ең бірінші олардың ойларында
мамандықтан бұрын қандай универге түсемін, авторитет маңызды болып тұрады. Мынанша балл алсам екен, мынаған түссем екен деген сияқты. Ақшасы, Ақшасы деген сияқты. Енді ол жағынан толық мен қазіргі оқушылардың түсінігін білмеймін. Ол жағынан толық жауап бере алмаймын. Келесі сұрақ, ұбт нәтижелерін мамандық таңдауда қалай дұрыс интерпретациялауға болады? ұбт нәтижелерін Мамандық таңдауда. Негізі менің сыныптастарым, оларда мүмкіндік болды 4 универге тапсыруға мамандық бойынша. Егер де шығармашылық таңдамасаңыздар, өздеріңіз сол мамандықтарыңызбен жан-жақты көрсеңіздер. Алыс қалаға кетуге де қорқпау керек деп ойлаймын. Себебі адам өз-өзімен өмір сүріп көру керек, өзі жалғыз өмірге жаңағы талпынысын арттыра білу керек деп ойлаймын. Келесі сұрақ бізде дайындық барысында кездесетін негізгі қиындықтар мен олардың жеңу жолдары қандай? Дайындық барысындағы негізгі қиындықты айтайын ба? Адамның ортасын дұрыстау керек негізі. Қасындағы подругаларыңды қимай жүресің да, бірақ ол қыздар ұбт-ға дайындалмай жүрсе, сен мен оқимын десең де, ой тасташы деген әңгіме болады, жүрші деген сияқты. Солай соларға еріп оқымай кетесің, ұбт-ға жақындаған кезде барып қозғаласың. Ол нәрсені жаңа барлығын ысырып қоя тұру керек қой ұбт-ның алдында. Сіздің ойыңызша ұбт-ға қай сыныптан бастап дайындалу қажет? Дайындалу керек деп. Менің ойымша ұбт-ға 10-шы сыныптан бастау керек шығар. Келесі сұрақ бізде мамандық таңдау үдерісінде ата-ана мен мұғалімдердің қолдауының рөлі қандай? Мамандық таңдау үдерісінде ата-ана мен мұғалімдердің қолдауы негізі особый рөл ойнамау керек деп ойлаймын. Оқушы өзінің не болғысы келеді, ол өзінің тағдырын өзі шешеді негізі. Адам өзің қаламаған мамандыққа кейде әке-шешеміз деп осыны оқы десе түсіп кетіп жатамыз да, бірақ өмір бойы өкініп жүреміз. Немесе оны бітіргеннен кейін өз мамандығымызға түсіп бірнеше жылдарымыз күйдіріп аламыз. Мысалы, мен де экзаменге ұйықтап қалдым дедім ғой. Бірақ универ қалды, бірақ мамандық қалды тапсыратын. Көркемеңбекке сол мамам түспей қалсам өлтіреді деген ниетпен түсіп кеттім. Былай қарап тұрсам, өмірімді былай өзгертіп тастады ғой мен. 360 градусқа, Қазіргі нарықта табысты маман болу үшін қандай қосымша дағдыларды меңгеру маңызды? Қазір негізі Инстаграм арқылы, әлеуметтік желілер арқылы көбісі табыс тауып жатыр ғой. Мен ойлаймын, сол әр нәрсенің өзінің моментінде пайдаланып қалу керек шығар деп. Мысалы, жеңіл жұмыстардың түрлері де көбейіп жатыр. Менеджер деп айтамыз, SMM деп айтамыз, сол жұмыстардың әр қайсының өзінің бір эрасы болады негізі. Қазір моменті болып тұрған кезде қолынан келетін болса соларды істеп көру керек сияқты. Сіздің жеке тәжірибеңізден болашақ мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Жеке тәжірибемнен болашақ мамандарға, бірақ енді жаңағы сұрақтардың барлығында мен амал жоқтан мұғалім болып жүрген сияқты итог шығып тұр ғой негізі. Бірақ мектепке келгеннен бастап менің ойым кішкене өзгеріп қалды, тошта оқушыларым жақсы болғандықтан. Кішкене мамандығымды емес, мен больше оқушыларымды қимаймын. Оқушыларым жақсы көремін, солармен әңгімелескенді, құшақтап, сондай жылы сөйлесіп, өзім пікірімді айтып, олар маған өздерінің естігендерін айтады, солай маған қызық, баламен жұмыс жасаған. Ал басқа мамандық иелеріне болашақ айтатын нәрсем, негізі адам бір қалыпқа түскенше бірнеше жұмыс жасап көреді ғой, өзін тапқанша. Адам негізі өлгенше өз-өзін таппай кетеді, көбінесе деп ойлаймын. Бағана сіз айта кеткендей, сіздің өте бір қызықты ұбт жайлы оқиғаңыз бар екен, сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Ұбт жайлы 11 сыныпқа келгеннен бастап, мен 11 сынып Қызылорда облысынан ауысып келдім осы мектепке. Бұрынғы сыныптастарым, бірақ бізде сынып бірігіп кеткен болды, екісін. Қыздармен бірге жүріп, біз самый шумный класс болдық осы мектепте. Ардақ апай, Самал апай барлығын шулатып, солай болған. Солай ұбт-ға дайындалмай жүрдік. Мен завучтар шақырып кабинетке прям ұрсатын. Ол кезде Ләзиха деген подружкам болатын, Кәусәрдің тәтесі. Соның қасына отырды, оқы деп ұрсатын маған. Соны мен түсінбейтінмін қатты. Менде 11 сыныпта негізі ұбт-ға дайындалуға поддержка 2 сыныптасымнан болды. Оған дейін дайындалмай жүрдім, жылдың ортасына дейін. Ғабит пен Ләзина көмектесіп, түсінбеген жерлерімді сұрайтын, всегда көмектесетін.
сосын кейін давай дайындал деді ғой, короче, екеуі. Сөйтіп көмектесіп, қастарында әйтеуір ілесіп жүретін, солардың арқасында кішкене мен ұбт-тан жақсы балл алғаным сол кісілердің арқасы, иә, әсер етті деп ойлаймын. Жалпы ұбт-ға кірген кезде біздің кезімізде телефонмен кіре алатын едік та. Сіздер енді сразу компьютермен тапсырасыздар ғой. Камерамен. Бізде мүмкіндік болды негізі. ұбт негізі ол кезде лотерея сияқты болды. Біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды деген сияқты. Әркімге әрқалай. Мысалы, біздің аудиториямызда 120 оқушы отыратын аудиторияға түстім, спортзалға. Бірақ сет вообще ұстамады. Амалын тауып сыртқа шығам. Енді мұғалімдерімізге жіберуге тырысамыз ғой өзіміз. Ответтерін алуға. Қасымыздағы адамдарға сенбеу керек, олар қадап кететін моменттер көп болады. Екеуміз бір-бірімізден сұрап келеміз дегенбіз негізінде. Екеуміз мен шықсам, например, бір рет әжетханаға шығуға мүмкіндік болды бізде. Мен шықсам, сұрақтарын жіберіп келем, ол ответтерін алып келетін болды. Сөйтіп мен екеуміздің сұрақтарымызды жіберіп келсем, ол өзінің ғана ответін алып келеді. Сонымен жылаймын да ана жерден. Ауырып тұрмын деп медпунктқа кетіп, қорқынан укол салдыртып алғам ғой ше. Сөйтіп укол салдыртып алғам, сөйтіп хайбай болып сол жерде кірем. Сол жерде мен сұрақты Нұрлан ағайға жіберем. Біздің Нұрлан ағай бар осы мектепте. Ол кезде бізден тарихтан беретін сабақ. Сол кісіге сұрақтарды былай жіберсем, өзі сет ұстамайды ана жерде. Ана кісі ответтерді жеке жазып жібереді. Мен жарты сағат медпунктте жатам. 4В деп келді. Бір жарты сағаттан кейін барып 2А деп келді. Уже мені іздеп хайбай болып отырған ана жерде. И то қорыққаннан ол екеуінің ответін ұмытып қалғам ғой мен. Кабинетке барам дегенше. Сонымен просто кринж болды ғой ол кезде. Бірақ шыққан кезде балым әйтеуір өзіме жететініне уверена болдым. Иә, шығармашылық болған. Экзаменнен қалай ұйықтап қалдыңыз, сол қызық болып тұр. Мен андай өмірге жеңіл қарайтын адаммын ғой просто. Мен негізі музыкальный таңдауым керек болған. Музыкальный школаны бітіргенмін. Мен өзімнің әпкем 8 жыл музыкальныйда оқыған, дәстүрлі әнші. Бізде мамам сестрама сеніп жіберген ғой, мен осы қызды музыкальныйға түсір, Алматыға оқуға деп ше. Солай сеніп жіберген, екеуміз де өмірге бүйтіп қарайтын адамдар болғанбыз, қасымызда жауапкершілік танытатын адам болмаған. Ұйқымызды қимай қалып, қойшы ертең ана универге барып тапсыра саламыз деп дальше ұйықтап кеткенбіз. Келесі күні Жемпиға барамыз, музыкальныйға сөйлесек десек, сестрам сол жердегі мұғалімдермен ұрысып қалады. Сөйтіп маған түспейсің, қойшы, түспей-ақ қойшы дейді. Мен не істеймін, мама өлтіреді ғой, бірақ универ қалды да, қалған жабылып қалды қабылдау уақытысы. 4 мамандық тұрған, дене шынықтыруға түс дейді ғой маған сестрам. Сосын аналардың денесіне қараймыз, менің денеме қараймыз, аналар өлтіреді ғой мені дедім, сосын түсіп алсам. 4-ші оқып көркембек тұр екен, ладно, осы беріп тұрған шығар, келесі жылға қалмай қояйын деген ой болды. ұбт-да 110 балл жинап, көркембек пәніне түскен кезде ата-анаңыз, туысқандарыңыз қалай қарады? Мен көркембекте оқитынымды до сих пор жасырамын негізі. Қазір де қандай пән десе айтпаймын негізі. Кейбір одноклассниктарынан сұрап қалса айтуға ұяламын. Ауыстыратын ойыңыз бар, иә? Негізі болашақта, иә. Мен жаңа айттым ғой енді, негізі көркембекте жүргім келмейді деп ше. Сол жағын кішкене түсіндіріп кетейін да, иә. Негізі сәлет сабай деп ше. Негізі менде мынандай план бар. Мен енді диплом жарайды ғой. Бұл кейінде істесем болады. Бүйтіп навсегда тастап кететінім белгісіз. Бірақ алдағы уақытта, может, келесі жылы басқа салада өзімді көргім келеді да. Бізде енді отработкамыз бітсе кетеміз дегенбіз негізінде. Басқа жұмыстарды істеп көргім келеді. Негізі мұғалім болып ауылға келу жастардың өте қате шешімі ше. Біз енді амал жоқтан келіп отырмыз ғой. Негізі мен осы жаққа келгелі өмірім вообще өзгеріп кетті. Мен андай әр жерді көріп, әр ортамен танысып сөйтіп жүретін едім. Былтырдың өзінде 1 жыл осы жерде жұмыс жасадым ғой. 1 жылдың ішінде 5 рет қалаға барғам, осы жеткеннен Алматыға. Мен кәдімгідей андай ортам жоқ, сөйлеу қабілетім төмендеп кеткен, кішкене негізінде менде ораторлық қабілет болған, мектеп кезінде активистка болғаннан кейін. Сондай кішкене қабілеттерім барлығы жабылып, салмақ қосып, мына жақта как апай болып кеткенсің ғой, короче. Сіздің ойыңызша жастардың арасында қандай проблемалар туындап жатыр? Мысалы, қазір мектепте буллинг деп айтып жатады ғой.
Сіз осы проблемаларды өз тәжірибеңізде кездестірдіңіз бе? Негізі мектеп кезде буллинг жасайтын оқушы мен болған едім ше. Бірақ қазір мұғаліммін, сынып жетекшімін, дұрыс емес нәрсе екенін уақыт өте келе түсінесің ғой. Бірақ мен қазір де өзімді апай деп ұстағым келмейді да. Үлкен сыныптың оқушыларына сабақ бересің ғой, ұлдарға да мысалы олардың ситуацияларына қарап көремін. Мен олардың косяк істеп тұрса да негізі түсініп тұрамын ше. Потому что олардан өзім сәл-ақ өсіп тұрмын ғой енді. Енді может болашақта опытым болса нететін шығармын. Бірақ енді статусымыз үшін ондай дұрыс емес нәрселерге ұрысып қараймыз. Бірақ негізі сол әрекеттермен де мектеп қызығырақ болады ғой. Осы мұғалім саласындағы тәжірибеңізде қызықты оқиғалар болды ма? Есте қаларлықтай. Жыл мұғалімі десеңізші. Қызықты болмады негізі. Болған жоқ па? Мен осы 2 жыл жұмыс жасадым мына жақта. 2 жылдағы өміріме вообще көңілім толмайды. Оқушы кезіңізде қандай болдыңыз? Қандай оқушы болдыңыз? Оқушы кезінде бұзық болғам негізі. Бұзық оқушы болғам. Бірақ сабақты жақсы оқуға тырысатынмын, көп жарыстарға қатысатынмын, пианино тартатынмын, домбырада ойнайтынмын, музыкальныйдан баратынмын көп жарыстарға в основном. Сосын қандай жарыс келеді, мен деп білмесем де кете беретін едім. Сондай. 10 жылдан кейінгі Кенбаева Эльзираны қалай көресіз? 10 жылдан кейінгі? Мен уже 5 жылдан кейінгіні де көре аламын. 10 жылдан кейін мен енді тұрмысқа шыққан, ана, жақсы әйел ретінде көре аламын. Ал жұмыс жағынан, мамандық жағынан келетін болса, мен негізі турагентство ашқым келеді. Сол жағына кішкене жұмыс жасап, еркін болғым келеді. Мен мына жақтан жұмысымды жаман деп айтпаймын, барлығы поддержка береді, үлкен кісілер көмектеседі, үйретеді барлығын. Ұрысып алса да содан біз тәжірибе жинаймыз негізі. Бірлестік жетекшілеріміз, мұғалімдер барлығы көмектескенмен де мен как будто тұсауда жүрген сияқты сөйтіп сезіледі, еркіндік жоқ менде. Өзімнің ішкі состояниемде еркіндік жоқ. Қазіргі оқушыларға қандай кеңес бере аласыз осы өмірден алған тәжірибеңізден? Просто мектептегі моменттерді, мектептен құтылуға асықпаса екен деп ойлаймын ше. Мектеп ең бұрында бізге айтатын еді, үлкен сынып бітіріп кеткендер, ой мектеп кездерің жақсы екен, ой не дегенсің, ой қойыңдаршы, айтпаңдаршы бірдеңке деп шығатын едік ше. Одан кейін барып түсініп жатыр ғой енді. Мектеп кезінде ең проблема жоқ. Бар проблема сол сабаққа келу ғой. Достарыммен күшті уақыт өткізіп, еске қаларлықтай өткізсең дұрысырақ болады деп ойлаймын. Оқушыларға сондай кеңес берер едім. Ойыңыз жинақтап алыңыз. Жігіт туралы. An eternity later. Сізді бір күнге мектеп оқушы болды делік, қай сыныпқа барар едіңіз және неге? 9-шы сыныпқа барар едім. Не себепті? Себебі мен 9-шы сыныбында Қызылорда облысында оқығанмын. Ол жақ менің туған жерім. Ол жақтағы сыныптастарым мен қанша мектеп ауыстырсам да бәрібір ыстық. Өзім қара шаңырағым сол жақта. Қазір де енді анда-санда жылына 1-2 рет барып тұрғанның өзінде ол класстастарым өліп тұрады маған әлі күнге дейін. Құрметтеп, күтіп алып, шығарып салып, солай тұрады. Именно 9-шы сыныпқа баратын едім. Потому что сол кезде біз енді 9-шы сыныпта жаратылыстану, гуманитарлық деп бөлінеміз. Или 10-шы сыныпта бөлінеді. 10-шы сыныпта бөлінеді. Сол кезде таңдап бастайды. Сол кезде таңдап бастаған кезде уже кім-кіммен араласады, былай шешілді ғой енді. Сол 9-шы сыныпта енді көп бұзықтықтарым болған кез сол 9-шы сынып негізі мен. Одан кейін 10-шы сыныпта ақырында басылып 11-шы сыныпта вообще аузымды ашпа деп жіберген ғой маған жаққа. Сосын бүйтіп тұрсалып кеттік енді. Сіздің ойыңызша, сіз оқыған жылдары оқыған оқушылармен қазіргі таңда оқып жатқан оқушылардың айырмашылығы бар ма? Себебі қазіргі таңда интернет желісі дамып жатыр, соны білеміз. Бірақ интернет біз кезде де дамыған еді. Дамыды ма? Иә. Сол біздің кезімізде де нормально еді негізі. Бізде мектеп формасы деген қатал болатын. Біз 11-шы сыныпта форма фартук киген адамбыз, шашымызды 2-ге өріп, қазір білетін шығарсың, иә? Шашымызды 11-шы сынып бітіргенше 2-ге өріп, бантик тақпасақ бізді өлтіріп салатын. Мынандай шашымыз жайып жүру деген тема бізде болмайтын.
Мен қазір 9 сынып оқушы болғаннан кейін көптеген ойларға батып жүрмін. Осы кезге дейін негізі өзім аудармашы ісін таңдаймын деп келгенмін. Бірақ осы 9 сынып экзамен ұбт жақындаған сайын ойым өзгеріп, қазір сіз сияқты шығармашылық таңдасам ба деп отырмын. Маған қандай кеңес бере аласыз? Шығармашылықта негізі қазірде 2 пән беріледі. Сол 2 пәнге негізі баса назар аударып, соны алып шықсаң, ары қарай ұбт-ның балы маңыздырақ болады. Бірақ шығармашылық экзамен болады. 2 экзаменнен тұрады. Сен ол енді өзің тапсыратын мамандығыңа байланысты, бірақ ол жерде только андай журналистикаға байланысты болмауы да мүмкін. Мысалы, көрініс беруі мүмкін саған, рөлге кіріп, или бір ситуацияны алып шығатын моменттер болуы мүмкін. Сол үшін кішкене андай сөздік қорды ары қарай дамыту керек, актерский мастерствоны дамыту керек. Любой ситуациядан, тығырықтан шыға білу керек. Сосын ең біріншіден де ораторлық қабілетіңді ары қарай дамыту керек. Қазірдің өзінде өте жақсы сөйлеп тұрсың, мен риза болып тұрмын. Сол қабілетіңді дамытсаң, көптеген кітаптар оқысаң, журналистика таңдайтын адамдар негізі әлемде болып жатқан жаңалықтарға қысылу керек. Солар зерттей беру керек қой. Соны қазірден бастап зерттеп, не болып жатыр деген сияқты. Сіз ұбт-дан өте жақсы 110 балл жинаған болатынсыз. Егер де сіз төмен балл алып, тіпті универге түсетін мүмкіндік болмаса, не істер едіңіз? Ол кезде мені өлтіретін еді. Жоқ, негізі всегда мен ата-анам қатты поддержка береді кез келген ісіме. Бірақ по-любому енді ішімізде ұят деген нәрсе болады да. Сонша бізге сенім білдіріп, оқытып, мектепті бітірткеннен кейін қалай мен осындай әке-шешемен андай істеймін деген сияқты ой болады. Ал өткен шақта егер сондай момент болған кезде мен ойлайтын едім, бәрібір де мен әке-шешем платныйға болсын түсіріп, 1 жыл дайындалсам да әйтеуір мен оқытқызып, сол өзім арманымдағы немді түсіретін еді. Олар мынандай ғой, мен көркем еңбекке түскенді білмей қалғанмын басында. Грантқа түсіп, гранттың жауабы шыққаннан кейін барып айтқан ғой мен. Сондай. Сізге подкастқа келіп, сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін көп алғыс білдіреміз. Сізбен ең алғашқы подкастымыз керемет шықты деген ойдамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.